Қайырлы күн балалар, қалдарың қалай? Ал кезекті сабағымызды бастайық. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қайталанбайтын терулер. Әбілқасымова оқулығы комбинаторика 9 тақырыбының есептерін қарастырайық. Бұл есептерді есептемес бұрын бізге осы формула қажет болады. Ол дегеніміз жазылуы осы сіздерге көрсетілген n элементтен тұратын k-дан құралған қайталанбайтын терулер саны дейтін формула болып табылады. Осы формула салып есептейсіздер. Енді кезекте бірінші есепті есептейік. c 5-тен 4, яғни ол дегеніміз 5 факториал бөлінген 4 факториал, жақшаның ішінде 5 азайтылған 4 факториал болады. 5 факториал бөлінген 4 факториал 1 факториалды береді. Сол кезде 5 факториал 4 факториал көбейтілген 5 деп жазып аламыз да, 4 факториал көбейтілген 1 болады. Сол кезде 4 факториал мен 4 факториал қысқарып кетіп, жауабы 5 қалады. Қалған есептерді дәл осылай осы формула салынып шығады. Бұл есептер оңай деп ойлаймын. Өздеріңіз шығарып, мен шығарған жолмен тексерсеңіздер болады, жауаппен бірге тексеріңіздер. Келесі есебіміз біріншісі 5 қаламның 2-ін және 3 қарындаштың 3-ін таңдау тәсілінің санын табыңдар дейді. Осы жерде де біз оны теру формуласына қоямыз. Яғни ол дегеніміз мысалға c-ның 5-тен 2 көбейтілген c 3-тен 2 деп алып аламыз да, дәл солай формула қоямыз. Әрқайсысын жеке-жеке 5 факториал бөлінген 2 факториал 5 азайтылған 2, яғни 3 факториалды береді. Көбейтілген 3 факториал бөлінген 2 факториал 3 азайтылған 2 тен 1. Сол кезде қысқарып бізде 4 көбейтілген 5 бөлінген 1 көбейтілген 2 көбейтілген 3 бөлінген 1 қалады. Сол кезде жауабы 30 қалады. Қалған есептінде шарттары дәл осындай болып табылады. Сондықтан бұл есеп қиындық тудырмайды. Ал балалар, енді 9-3 есебімізге назар аударсақ, бұл жерде тепе-теңдікті дәлелдеңдер делінген. Тепе-теңдікті біз дәл солай алдындағы есептерді шешкендей теру формуласына қойып есептейміз. Алдыңғы есептерді есептегендей ойлаймын, осы есепті де есептей аласыңдар деп. Ал соңғы 3-ші есебімізді біз дәл солай есептесек те болады, теру формуласына қойып, немесе 4-ші қасиетті пайдалансақ болады. Ол бізде кітапта көрсетілген. Ал балалар, 9-4 есебіміз c n-ді 2-тен 28 дейді. Бізге, яғни n-ді табу керекпіз. n факториал бөлінген 2 факториал жақшаның ішінде n-2 факториал болады, тен 28. n-2 факториал n-1 көбейтілген n бөлінген 2 факториал жақшаның ішінде n-2 факториал тен 28 деп жазып аламыз. Содан қысқаратындар қысқарып кетіп, n көбейтілген жақшаның ішінде n-1 бөлінген 2 тен 28 болып қалады. Сол кезде n квадрат минус n тен 56, n квадрат минус n минус 56 тен 0 болады. Соның түбірлерін тапқан кезде n біріміз минус 7, екінші түбіріміз 8-ге тең болады. Біз бұл жерде минус 7-ні ала алмаймыз. Сондықтан да біздің жауабымыз 8 болады. Екінші есебімізді дәл солай шығаруға болады, шығару жолы көрсетілген. Ал 3-ші есепті өздерін шығарып комментарияға жазып кетіңдер. Ал 7-де 5-ші есебіміз асхана мәзірінде 7 түрлі сұйық тағам, 9 түрлі қою тағам және 4 түрлі сусын ұсынылған. Сұйық, қою және сусыннан тұратын түскі асты қанша тәсілмен таңдауға болады? Яғни біз әрқайсысын бір-бірден таңдау тәсілін табу керекпіз. Қанша тәсілі болатын барлығы. Сол кезде біз теру формуласына c 7-ден 1, c 9-да 1 және c 4-де 1 деп жазып аламыз. Сол кезде формула қойып есептеген кезде бізде 7 көбейтілген 9 көбейтілген 4 тең болады 252. Яғни бұл есептің жауабы 252-ге тең болады.
Ал балалар, келесі 9-да 6-шы есеп үй тапсырмасы болып табылады. Егерде кім осы есепті ізденіп шығарып келетін болса, сол балаға сабақтың басында сыйлығым болады. Ал бүгінгі сабақ аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.